Баршаңызға сәлем, достар, менің құрметті көрермендерім. Қалдарыңыз қалай? Көріспегелі көп болды. Мен YouTube каналыма көптеген видео салған жоқпын, почти 1 жылдан асып кетті. Себебі менің каналымның ең басты мақсаты бор, кесек, қытырлақ түсіру, ASMR яғни. Канал жақсы дамыды. Көрермендерім көбейді. Жақсы пікірлер болды. Кереметтей маған пайдасы түсті. Кейін бұл зиянды деген зиян болды, яғни зиянды деп каналда біздің видеоларымыз төмен түсе бастады. Яғни каналымызға банға кетуі де мүмкін болды. Сол себепті мен уже одан кейін осындай видеоларды түсіруді тоқтаттым да каналымның тақырыбын өзгерттім, атын өзгерттім, яғни өзімнің жеке өмір блог түсіруді мақсат қылып қойдым. Кейін шамалы блогтар түсірдім, одан кейін уже енді ең негізгі мақсат менде көрермендерім бор, жаңа қытырлақ сондайларға бола тіркелген болатын, сондықтан менің ары қарай блогтарым қызық болмас дегенменен менің каналым тоқтап қалды. Бірақ қазіргі уақытта уже канал әлі де жұмыс жасап тұр. Қандай видеолар салсам да уже менде монетизация жақсы жүреді. Өткенде шамалы трендтер түсіре бастадым шортсқа. Ол кезде уже менің көрермендерім қайтадан пікірлер жазып, көргенімізге қуаныштымыз деген сияқты пікірлерін көре бастадым да ойландым, неге осы жасап тұрған каналымды ары қарай дамыта бастамасқа. Яғни блог дегеннен кейін енді жеке өмір, немесе үйде қандай жағдай, немесе түрлі көп қой енді блогқа түсіретін тақырыптар. Сол жағынан қайтадан неге түсіре бастамасқа деп шештім. Сондықтан да достар, комментарийға жазып кетіңіздер, қандай бағытта түсіруге кеңес бересіздер, менің жеке өмірім туралы ма, үйдегі тұрмыс тіршілігім туралы ма деген сияқты жазғыларыңыз келсе, әрине комментарийға міндетті түрде жазып кетсеңіздер болады. Мен жазып жауап жазатын боламын. Менің каналымның мақсаты осындай бағытқа қарай өзгерді. Көп қыздар менде қайта жазды. Бор, неге шықпай қалдыңыз? Бор, кесектер түсірмейсіз ба деген сияқты. Оның себебі көп деген мен сияқты осындай ASMR түсірген қыздардың бәрі де уже каналдары жүрмей қалды дейін. Өйткені себебі бізде YouTube канал бұл